Сәлеметсіздер ме? 3D слайд жасап үйренейік. Google'да ашамыз, имазы деп жазайық. Енді мұнда бірінші шыққан жазуды басамыз. Бұған тіркелеміз, регистрация деп кеңде барып, Google'дың үстін басамыз міне. Оның аккаунтыңызды таңдайсыз. Енді төмен қарай түссек, разрешить деп тұр. Разрешитті басамыз. Енді бізге қажет бет ашылады. Міне, презентация деп тұр. Веб-сайт деп тұр. Тренинг деп тұр. Оның кейін мына жерде неше түрлі нәрселер тұр. Бізге қажеті презентация. Презентацияны басқаннан кейін керегіміз ашылады. Мұнда категориялар тұр. Міне презентацияның образование, маркетинг, продаж, обучение дейді сол жерден. Одан бізде дайын шаблондар тұр. Осы жерден таңдаймыз. Осы жерден біз жаңаға виртуалды мектеп, виртуальная школа дегенді таңдаймыз. Қазір жасайық деп отырғанымыз. Виртуалды мектеп аштық. Оң жақта создать деген жерді плюсті бассақ, галерея бірнеше дайын беттер тұр бізде. Кез келген бетті таңдап алып қоя беруге болады, орындарын ауыстыра беруге болады. PowerPoint'та жұмыс жасап көрген болсаңыз, тез игеріп аласыз. Бірінші бетін алдық. Менің мектебім деп тақырып қойдық. Енді бұл жерде В-ға барамыз. Да В-ны бассақ, жирный болады. А-ға бассақ, түсін өзгерте аламыз. А деген жазуға барсақ. Т деген жазуға барсақ, оның көлемін үлкейтіп, кішірейте аламыз. Текст деген ол үлкен А мен кіші тұр. Тексті таңдап аламыз сол жерден. Жазатын текстіңізді. Суретті алып тастайтын болсақ, суретке барып басамыз. Одан удалить, өшіру. Суретті алып тастаймыз да, өзіміздің суретті қою үшін изображениеге барамыз. Мой дегенге кіреміз, просмотрға барамыз. Сол жерден сіздің өзіңіз ноутбук, компьютердағы қоржыныңыздағы суреттерден алсаңыз болады, сақтап қойған. Суретті қойдық. Видео қойсаңыз да болады мына жерден. YouTube каналдан қойсаңыз да болады, өзіңізге ыңғайына қарайсыз. Келесі бетті құру үшін енді біз сол жақтағы создать дегенге барып, плюсті басамыз. Сонда бет шықты. Келесі бетті таңдап алайық. Бірінші бетіміз жасалды деп ойлайық. Келесі бөлмеге өтеміз міне. Енді бұл жерге мен видео қойғым келсе, мына СМИ бардым, загрузкаға кіремді, кез келген видеоны қоя берем. Өзіңіз қажет видеоңызды алдын ала папкаға дайындап аласыз. Мен видеомды қойдым. Енді кішкене сәл үлкейтемін. Енді келесі бөлмеге өту үшін жаңа плюске барамыз да. Бұл жерден түсін өзгерті басаңыз болады, өзіңізге лайықтап. Нақыл сөздер жазып қойға болады, астына жаңағы авторын жазып қойға болады. Қалауыңыз бойынша жасай бересіз. Келесі бетіміз дайын болды дейік осы бетімізді. Енді басқа тағы бір бетті қосып көрейік. Жаңа плюс деген белге барамыз. Сол жақтағы беттеріміз дайын болды. Енді өзі бірінен кейін бір өтіп тұрады. Тағы бір бетті таңдап алайық біз. Қойып алайық. Келесі бөлмеге өттік. Мұнда кесте жазсаңыз болады. Мұна соңына қойып қойсаңыз болады, өзіңіз көресіз. Бірнеше бөлмелер бар, бірнеше бетті де таңдап бастан аяқ алсаңыз да болады. Енді бұл сақталмайды, сол үшін делиция дегенге барып бастық оң жағындағы. Одан кейін мына жерде ссылкасы шығады, копия жасап аламыз ссылкасын.
бірден интернетке қойып тексерсеңіз болады, бетті ашып. Болмаса WhatsApp веб Google'a кіріп немесе Telegram вебқа кіресіз, ссылканы сақтап аласыз өзіңізге. Мен Telegram вебті аштым. Өзімнің сөйдегі бетіне бардым да, ссылканы ставить қойып қойдым сақтап. Ссылкамен сақтап қойуға болады бұны. Енді мен қайтадан осы ссылка арқылы кірем жасаған нәрсеме. Міне кірдім қайтадан тексеру үшін. Беті ашылып жатыр. Енді осы бетіміз ашылғаннан кейін барып түзеуім керек болатын болса, мен жасаған дүние сақталып тұр. Енді мен түзетуім керек болса, астындағы жаңа неме барам, аккаунтқа барып басам. Сонда міне аккаунтқа барып басқан кейін мен жасаған дүнием сақталып тұр. Қайтадан кірем осы жерге. Осы бетті ашамын. Аккаунтым арқылы кіргеннен кейін. Мына оң жағындағы 3 сызықты басқан кезде карандаш шықты. Карандашты басам. Редактировать дегенде. Қайтадан түзетулер енгізуіме болады. Міне бірінші беті, екінші бет, 3, 4, 5, 6 бет біз құрған. Осы жерде жазулар толықтырам, түзейм. Одан кейін ссылка арқылы қайтадан сақтап қоямын. Сау болыңыздар, өздеріңіз жасап көріңіздер.